Еркек лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырып бізде қыздан қорқыныш тақырыбы. Қыздан бәріміз білеміз, біз әдемі қыздардан ұяламыз, қорқамыз жақындауға. Бірақ та бізге жақындау керек. Өйткені біздің уақытымыз өтіп жатыр, өміріміз. Мысалы 20 болсын, 30 болсын, 40 болсын, жастағылар ойлайды, біз әлі жаспыз, әлі уақытымыз бар деп. Бірақ дұрыс емес. Қазір сендер жігіттер көшеде болсын, кафеде болсын, әдемі қыздарға жақындамасаңдар, сосын кеш болады. Өйткені сендердің жастарың өтеді, жас келе қыздарға қызығушылық азаяды және қорқыныш көбейеді. Ол тәжірибе ретінде білемін. Сол себептен қыздарға жақындаймыз. Қалай қорқыныштан құтылу керек? Бұл жақта көптеген варианттар бар негізі қорқыныштан құтылудың. Негізі жалғыз жақында өте қиын бастапқы танысуда. Сол себептен қатты қорқып ұялып тұрсаңдар, қастарыңа достарыңды немесе туысқандарыңды алып шыққаның дұрыс. Өйткені туысқан немесе досың сендерді итермелеу керек танысуға. Қалай итермелейді? Мысалы, екі досыңмен немесе бір досыңмен парк жаққа қыздармен танысуға шығасыңдар. Сол кезде досың саған әдемі қызға көрсетеді, осы қызбен таныс деп. Сосын тағы да сендер сол доспен спорлассаңдар болады. Мысалы, мен жақындамасам, саған досым 5 мың, 10 мың теңге берем деп. Сол кезде ақшаны қимай жақындауға мәжбүр боласыңдар. Өйткені ақша бергеннен кейін оны беру де қиын болады. Сол себептен қыздарға жақындаудың техникасы көп негізі. Қазір сендерге бірнешесін айтып кетейін. Біріншіден, досыңмен бару, жай спор ойнау. Досың саған әдемі қыздар көрсетеді, сол кезде жақындайсың. Екіншіден, ақшалай спор ойнау. Ақшалай спор ойнау дегеніміз ол досыңа, егер қызға жақындамасаң, досыңа 1000-нан, 5000-нан, 10 000-нан ақша бересің. Сол кезде жақындауың әбден мүмкін. Үшіншіден, ол деген доссыз өзің